वज्रे मना तुम्ही जप रे मना ओम श्री राम जय राम जप रे मना तुम्ही वज्रे मना तुम्ही जप रे मना ओम श्री राम जय राम जप रे मना Бұл Гуа, Үндістанның ең бай, ең кішкентай штаты. Бұрынғы Португалия колониясы. Үнді мұхитының бір шетіндегі Аравия теңізінің бар жоғы 100 шақырым жағалауын алып жатқан алақандай ғана жерде 1,5 миллион халық тұрады. Күн көру оңай емес әрине. Өмір деген осы. Біреуге бар, біреуге жоқ. Тағдырдың пешенеге жазылатынына шын сенетін үнділер үшін бұл қалыпты жай. Гуаның көз қарықтырар колоритін қоюлата түсетін туристер қатарына біз де келіп қосылдық. Мың бояулы осынау ғажапты көз көргенде көңіл тояттады, жан жадырады, бойға қуат дарыды. Өмір бір-ақ рет беріледі деп ән де салдық, би де биледік, демалғасын осылай демалу керек дедік. Жағажайдағы кешкі астан үйге қайтып келеміз. Біз тамақтанған ресторанның иегері бізді жағажайдан қонақ үйге дейін тук-тукпенен тегін алып келе жатыр. Мынау енді түнгі Гуа. Казира пысық алдыңғы орынға отырып алып, енді көрінбей қалды мінекей. Қолы ғана көрініп тұр Казира пысықтың. Қараймын ба? Ал қара енді мына жерден. Міне, алдына отырып апты. Көзін жатыратып. Мынау Вера. Привет, Вера. Мынау Альмұрат. Ирина, Лидия. Бөтендер үшін ой шұңқыры көп, бейтаныс елде мұндай сервистің барына да шүкір. Салдырлап күлдірлеген көлікпен күліп ойнап, жатын орнымызға тез жетіп алдық. Тіршіліктің әр сәтінен бақыт табу үнділерден тез жұғады екен. Үнді жүргізушілерінің үшінші көзі және 7 өмірі бар дейді.
басқа халықтардың жүргізушілері екі көзбен көрсе, бұлар үшінші көзбен көретін болу керек. Басқалар бір өмір сүрсе, бұлар 7 рет өмір сүреді. Алда жалда бұл өмірінде бірдеңеге мынандай жол апатына ұшырай қалса, келесі жолы келгенде қайтадан оралып келе салады. Соған сенетін болу керек шамасы. Былқ етпейді ғой, мына кішкентай қуықтай жолмен жүрген уақытта ызғытып алып жүре береді. Тротуар да жоқ. Жай адамдардың жүруі өте қиын. Аравия теңізінің қылығы шығармашылық адамының мінезі сияқты екен. Көңіл күйі болса, жібектей болып қана, жұп-жұмсақ болып, теп-тегіс, толқын да жоқ, момақан бола қалады екен. Ал көңіл күйі болмаған күні, аузынан көбігі шашырай, бұрқан, тарқан, сұмдық ашулы болып тұрады. Жал-жал толқындары жағаға ұрып, демалушыларды жақтырмай, жағаға лақтырып жібереді. Жүзе алмайтын адамдар үшін ептеп қауіпті. Үнді мұхитының бір бөлігі Аравия теңізінің тұзды суына бір сүңгіп шығып, жағажайда жарты сағат қақталудың өзі шала-шарпы шоколад болып шығуға жарап жатыр. Құмды аяғыңмен кешіп жүргенде, кәдімгі ұлпа қарды кешіп жүргендей сезінесің, бірақ қар суық болса, құм жылы. Мінекей, құмдары сондай майда. Мен барамын Бомбейге, табылар жұмыс мендеге, табылмас өткәкейін, менде сорлы кебеге. Бұл Казира 76 жаста, суда мықты жүзеді. Күніне 20 000 қадам жол жүру оған түк емес. Мунбайды көруді бала күннен армандаған. $380 төлеп, таңғы сағат 4-те ұшып барып, кешке дейін Мунбайды аралап, түнгі 1-де қайта ұшып келді. Тепсе темір үзетін жігіт көтерер физикалық салмақ. Ойнапсың қазақстандық зейнеткермен дедік гуандықтарға. Казираның хоббиі гүл өсіру. Гуандағы жапырағы жоқ мына бір әдемі гүлді көріп, Қазақстанда өсіруге болар ма еді деген сауалдың төңірегінде бас қатырдық. Қарап жүрмей. Енді мынаны қара, мына гүлдеп тұр. Әрқайсысы әртүрлі уақытта. Мынау керемет гүлі сондай. Міне гүлі керемет. Бұтақтардың ұшынан бүршік жарады екен дағы, сосын мынау секілді әдемі гүл жарады екен. Ешқандай жапырағы жоқ, жай ғана тұрған сыртын кәдімгі әкпен әктеп қойған сияқты, ал ұштарынан әдемі мынау секілді гүл жарып тұр. Керемет енді. Казира, мен белгілі себептерменен Мунбайға бара алмай қалдым. Ал сен барып келдің. Мунбайдан не көрдің, не түйдің? Ой, өте көп түйгендерім. Бәрі айтатын, ой, ол ұлас мемлекет, сонша емес, анау деп. А мен басқа қырынан көрдім. Мумбай қаласы, енді Құдайға шүкір қанша астаналар, мемлекеттердің астаналарын көріп жатырмын. Солардан артық жерлері де бар, кемдігі жоқ онша. А енді бір қызығы, олар өздерінің трущобкаларына да апарғысы келеді екен, саяхатқа барған адамдар. Сонда мен ойлайтын, мыналар мақтанамыз трущобкасымен деп. Сөйтсем, олардың өзінің орналасуы қызық екен. Мысалы, өз қаланың тұрған орны ойлы қырлы жерлер екен. Сонда мысалы жаңағы үйлерді беткейге орналасқан ашық жерлеріне беткейге
жаңағы кішкентай ана қорап сияқты майда үйлер болады екен де, соның үлкен үйлердің арасында әдемі орналасқанын көргенде мен таңғалдым. Таңданатын түгі жоқ. Мұндай көріністі Үндістанның кез келген аймағынан кездестіресіз. Міне, біз орналасқан европалық үлгідегі салиқалы қонақ үй. Ауладан шықсаңыз, маңдайыңыз алқа-салқа жұпыны үйге тіреледі. Қатарынан тап-тұйнақтай үйді көресіз. Үнді мемлекетінің контрасты, халқының басты құндылығы да осында. Бай бәлсінбей, кедей қорланбай, бүтін бір жаратылыс ретінде үйлестікте өмір сүреді. Менің ұққанымша, Индия дегенің бұл қайшы көріністердің бірмен бір қабыспайтын, үйлеспейтін қарама-қарсы көріністердің үйлесімі, гармониясы. Индия сол өзінің гармониясымен де, қарама-қайшы көрінісімен де ғажап, басқаларға ұқсамайды. Да, на самом деле она своеобразная, она очень контрастная, интересная. Бұл ел өте контрасты, өзгеше, бірегей, әрине қоқыссыз қызық жоқ. Қоқыс Үндістанмен, Үндістан қоқысымен мәнді. Ничто. Да, ничто. Это, то есть, вещи, они друг с другом всегда соприкасаются. Что еще? Но знаете, я хочу вам сообщить, что через некоторое время этот мусор, если, допустим, поехать в настоящую Индию и там остаться несколько дней, он уже не замечается. Маған қазір біраз жүргеннен кейін Индияның колоритына үйреніп кеткенім соншалық, анау көшеде жатқан қоқысы, көшеде жатқан сиырдың жапасы бәрі де сүйкімді болып көрініп кетті. Өзім соған сіңісіп кеттім десем сенесіздер ме? Әй, сенбейсіздер-ау. Ол үшін Гоаға келіп, оның жұпарын ескеп, ауасын жұтып, айналадағы жаңағы үндестікті, үйлесімділікті көзіңізбенен көруіңіз керек. Көз көреді, көңіл іздегенін табады. Мен қоқыстың арасынан жауһар іздедім. Адамдар қарым-қатынасындағы ұлы үйлестікті, табиғатпен үндесе өмір сүрудің өзіндік үрдісін көрдім. Үндістандағы қоқыстың екі себебін анықтаған сияқтымын. Мен орналасқан отельде кеше кешкісін бір көңілді компания түн ауғанша думандатқан, арты бүгін жиналды. Тағам қалдықтары босқа шіргенше қарғаларға азық болсын. Бұл үнділер философиясы. Қарғалар да өзімсініп алған, ешкім тиіспейтінін білет. Бұл елде ит пен құста, сиыр да, шошқа да, адам да табиғаттың бөлінбес бөлшегі. Қоқыстың тағы бір себебі. Қазақтардың 100-ге бөлінетін секілді, үнділердің 4 кастаға бөлінуі жазылмаған заң. Қалыптасқан сенім бойынша әр кастаның туғаннан өлгенше пешенесіне жазылып қойылған өз міндеті бар. Лас жұмыстар атқару шудра кастасының туа бітті міндеті. Жоғарғы касталар үшін көше сыпыру күнә. Ал шудралар 2 миллиард үнді халқының 20% ғана құрайды. Әрине, қоқыс өзіндік мәдениеттің бір бөлшегін айналады. Мәселен, көшеде бір сиырдың жапасы жатыр делік. Ол жапаның ортасында жарқырап керемет бір асыл тас жатыр делік. Анау асыл тасты барып алып, қолыңызға алып қарасаңыз, ол жарқырағаннан ажырап қалады, жарқырамай қалады. Ол тек ана сиырдың жапасының ішінде ғана жарқырап жатады. Көрдіңіз ба? Бұл Индияның бет бейнесі. Бұл өзінің жаңағы қоқысымен, өзінің бейберекетсіздігімен, өзінің жаңағы неше түрлі колоритіменен жарқырап тұрған ерекше бір өзінше әлем. Салт дәстүрдің озығы алға шығып, тозығы қалып қоятыны өмір заңы. Бірақ жесірлерді қоғамнан аластату дәстүрі логикаға сыймайтынына қарамай Үндістанда әлі бар екен. Это традиции до сих пор сохранены.
Не во всех, естественно, городах. В современных городах уже от этих традиций уходят. Барлық жерде болмағанымен, жесірлерді қоғамнан аластату дәстүрі Үндістанда әлі сақталған. Дегенмен заманауи қалаларда сирей бастады. Жұбайы қайтыс болған әйелден барлық туысы, тіпті балаларына дейін бас тартады. Себебі үй иесінің қазасына әйелі кінәлі деп санайды. Күйеуінің өмірі үзілген екен, демек әйел дұрыс күтім жасамаған, жақсылап қадағаламаған. Мейлі ол қандай да бір аурудан, немесе жол апатынан жасын болсын, бәрібір әйелі кінәлі. Мұндай әйел қоғаммен араласуға, жақсы киініп, дұрыс тамақтануға лайықсыз деп, Вриндаван қаласындағы арнайы жесірлер мекеніне апарып тастайды. Бұл олардың дәстүрі, бұл олардың салты, басқасын білмейді. Бәлкім қалай болу керек екенін бір жерден көруі мүмкін, бірақ олар оны дұрыс деп санамайды. Бүгінгі бар осы. Жесір ашрамға кетеді. Ашрам деген далада қалған әйелдер баратын жер. Онда күніне бір тостаған тегін тамақ және киім береді. Бірақ жесірлерде ашрамға өз еңбегін сіңіру керек. Үй тазалап, кір жуып, тағы да басқа жұмыстарға жегіліп, өмірінің ақырына дейін күйеуін аза тұтып өтеді. Шашын қырып тастап, жесір белгісін білдіретін ақ киім киеді. Өз күйеуін сақтай алмаған әйел басқа адаммен тұрмыс құруға лайықсыз. Оны ешкім әйелдікке алмайды да. Вот в этом городе они живут в этих ашрамах, друг другу помогая. Всегда, кстати, после смерти мужа эта женщина должна носить только белую одежду, там, не в белых одеяниях, в этом городке. Что-то обозначает эта белая одежда? Да, то, что женщина вдова. Всю оставшуюся жизнь она должна скорбеть по своему мужу. А почему она не сможет выйти замуж после... Опять-таки, значит, эта женщина не смогла удержать мужа, не смогла сделать так, чтобы муж прожил еще дольше. То есть она недостойна другого мужа. Другого, да. И на эту женщину еще никто не посмотрит уже все. Үнділер үшін сиыр қасиетті мал. Ол заңмен қорғалған. Оған адамның өткен өмірдегі жаны қонады, және о дүниеде сиырдың құйрығынан ұстап жүріп отырса, жұмақты адаспай табады дегенге сенеді. Жолда жатқан сиыр өздігінен тұрып кетпейінше жүргізуші көлігін тоқтатып күтіп тұрады. Ұшақ жолағына шығып кетсе, дыбыс күшейткіш арқылы жолбарыстың ырылын жіберіп үркітеді. Гапаштама дейтін мерекеде сиырды жуындырып шайындырады, әшекейлеп жасандырады, бар тәтті дәмді аузына тосып сәбиден артық өбектейді. Бұлар, менің байқағаным, бұлар тек қана сиырға ғана күтім жасайды екен. Адамнан гөрі, өсімдікте гөрі, тек сиырға ғана күтім жасайды екен, соны байқадым әйтеуір. Осы сиырларын жетектейді де жүреді, жетекте одан қала берсе мойнына моншақ тағады екен. 2 апта бойы ертеден кешке дейін теңіздің тұзды суына қақталып, ыстық құмда аунап жатсам, ішім пысар еді. Сондықтан Гуаның балықшылары мен балығынан бастап, жыбырлаған жәндігіне дейін, ұшқан құс, жүгірген ит, әдемі гүлдер мен жеміс жидегіне дейін камераман нысан етіп, әр сәтімді мән мен маңызға қанықтыруға тырыстым. Ананас дегеніңіз көкөніс дүкенінде картопша үйіліп жатыр. Плантациясын қызықтағым келген, басқа штатта дейді. Оны үй жағдайында да өсіруге болады екен. Жіп-жіңішке ұзын жапырақтардың қақ ортасынан томардай ананас жарып шығады деп кім ойлаған? Ананас дегеніңіз осындай алоэ сияқты болып өседі екен. Ортасынан мінекей өсіп шығып тұр мынау алоэ сияқты. Бізде енді алоэ гүлдері бар ғой. Соның ортасынан өсіп шығатын сияқты. Есігінің алдында мынау кәдімгі горшокқа өсіріп қойған. Иә, ортасынан мындай ананас өсіп шығып тұр. Кешьюді жегенім болмаса, қалай өсетінін көрмеппін. Гуада плантациясы бар.
дүкендерінде қап-қап болып үйіліп жатыр. Мынау кешью жемісінің түйін тастаған шағы. Ақпан айының аяғына қарай үлкендігі алмадай болып пісіп жетіледі. Кептіріп, сыртқы жұқа қабыршағынан аршып алғанда, кәдімгі өзіміз жеп жүрген аппақ кешью болып шығады. Қабығынан ажыратылмағаны да бар. Оның түсі қоңырлау болып келеді. Бүгін 2023 жылдың 26 қаңтары экскурсияға шығып барамыз. Буаның ең әдемі жерлерін көруге кетіп бара жатырмыз. Біздің жүргізушіміз не көреміз, не қоямыз, бәрін өздеріңізге түсіріп көрсетіп айтатын боламыз. 1510-1961 жылдар аралығында, яғни 451 жыл бойына Гуа Португалияның колониясы болып келді. Үнділер тәуелсіздігін алғанға дейін мына сәулетті үйде бай португал тұрған екен. Қазір бұл ғимарат туристер тамашалайтын орындардың бірін айналған. Үйдің жанындағы күріш егістігі әлі күнге дейін сақталыпты. Аулада өсіп тұрған мына бір жеміс битей деп аталынады екен. Жеген адамға тигізетін әсері анашадан кем түспейді дейді. Съедобный фрукт? Да, наркотический. Как наркотик? Ничего себе. Сейчас погуляем по саду, обойдем дом, и будет вам предложен завтрак такой, как сказать, как гурме такая. В колониальном стиле? Да, в колониальном стиле с самыми необычными блюдами, которые даже в отеле вы таких не встретите, это свой собственный подход. Пожалуйста, не прыгайте в колодец. Это колодец? Действующий колодец. Ой, какой глубокий. Кішкентай лотос гүл ашыпты. Эти мальчики или головастики. Мынау папайя. Ал мынау мамая деп қояды екен, бұл банан. Банан ағашы осылай өседі екен. Ана өсіп тұрған банандарды қараңыз, толып тұр банандар. Міне португалецтің өткен ғасырда салған вилласы. Соған кіріп келе жатырмыз қазір. Қалай өмір сүрген көрсетпек бізге. Португалецтер міне осылай өмір сүріпті. Осындай үлкен верандасы бар екен. Бұл үйдің қазіргі қожайыны мына католик үнді азаматы. Үй жиһаздарының қасық аяғына дейін бас қалпында сақталыпты. Антиквариат музейі дерсіз. Оюлап, қиюлап жасалған ағаш дүниелер бұрынғы ғасырлардың өзінде португалдар мәдениетінің өркендеп дамып кеткенін айғақтап тұр. Мына бір темір үтіктер бала кезіміздегі ішіне шоқ салып қыздыратын үтіктерді еске түсірді. Қатты таңғалдырған бір дүние мына унитаз горшок. Ұйықтайтын бөлмеде тұрылған бұл бұйымды ашпалы екі есігі мен қақпағы жабық күйінде жай ғана ағаш тумбочка деп ойлауға болады. Ал мына бір өрнекпен сәнделген өнер туындысы секілді әдемі іші қуыс ағаш бұйымды кір жинайтын ыдыс деп ешкім ойламас еді. Бай португалдарды кезінде үнді құлдары мынандай күймемен көтеріп жүретін болған. Қол жуатын бөлмесі екен. Қолымызды жууға бара жатырмыз. Вот так. А как открыть? Крутить его надо. Вон оно что. Вот. Да. Музей үйдің іші сыртын тамашалап біткесін, португалдар дастарханында ғана болатын тәттілермен үнді шайын ішіп, бір сәт Гуа халқы өміріндегі өткен ғасырдың дәмін сезінгендей болдық. Португал дастарханының дәмін татқасын, үнді мұхитының Гуа жағалауындағы тарихи 6 форттың бірін тамашалауға аттандық.
Назар аударыңыздар, порт емес, форт. Форт теңіз жақтан келетін жаудан қорғайтын жағалаудағы бекініс. Міне мынау сондай форттардың бірі Агуада. Бекініс өңдеуге жеңіл, бірақ өте қатты. Құрамында темір элементі көп, қызыл латерит тасынан тұрғызылған. Мына жерден шығу оңай емес. Пополам разбавьте. Будет тоже самое. Ой, Вы так думаете, у нас продается он? Полблок. Да вы что? мәссаған. Продается? Вы не знаете, у нас Катя, это ведь то, чего ты хотела, да? аккуратней, зайка. О, Вот это керемет. красота. Слезь сюда. Ух ты. Извините, я гляну на эту энергетику. Гуа форттарының тағы бір айырмасы көлемді ауыз су қоймасы және қауіп төнген жағдайда шығып кетуге болатын құпия жерасты жолы бар. Мәселен, Агуаданың су қоймасында 10.800.500 литр су сақтауға болады. Бұл бүткіл Азиядағы ең ірі жасанды резервуар. 1612 жылғы құрылыстың бүгінде қирандысы ғана қалыпты. Мына бір бекіністің, қорғаныстың қалған қирандысы ғой енді, былай қарағанда. Соншама бір көз қызғарлық та жер емес, таң қаларлық та жер емес, асып бара жатқан түгі де жоқ. Бірақ туристерді әкеп көрсетіп жатыр міне. Міне осының барлығына әрбір адам $80 төледі. Ақша ма? Ақша. Ақшаның амалын тапты ма? Тапты. Ал енді ыңғайын тапқан, ебін тапқан, көзін тапқан адамға қай жерде болса да ақша жасауға болады екенінің дәлелі емес па осы? Ал біздің Қазақстанда мұндай 1000 миллион жер бар ақша жасауға болатын. Тозығы жетіп қираған көріністен мәңгілікті сипаттайтын көрініске тап болдық. Осынау табиғаттың өзі өмірдің үздіксіз дами беретінін дәлелдеп тұрғандай. Ескі Португал фортының маңайында өсіп тұрған мына баньян деген ғажайып ағашты көргенде мәңгі өмір жайлы ойланбау мүмкін емес. Ол шынымен де мәңгі өмір символы іспеттес. Үнділер де солай дейді екен. Көкке қарай өсетін ағашты күнде көріп жүрсіз, ал көлденең өсетінін кім көрді? Міне мына баньян жоғарыда көлденеңде өседі. Ірі бұтақтар төмен қарай салбыраған жіңішке тамыр жаяды. Ол жерге жеткенде топырақтан қайта тамырланып, қосымша бұта өсіп шығады. Сөйтіп, ағаштан ағаш балалап, үздіксіз көбейе береді. Жіңішке өскіндердің мықтылығы сондай, адам салмағына төтеп береді екен. Бәлкім, одан да ауыр жүкті көтерер. Ой, ничего себе! Дмитрий, давайте вот что. Вы нас еще должны отсюда вывести. Бұл ағаштың ресми атауы бенгаль фикусы. Кейіннен оны ағылшындар мен португалдар баньян деп атап кеткен. Бұл ең жас ағаш саналады екен. Бар болғаны 2 ғасыр ғана өмір сүрген ағаш. Бұл жас ағаш дейді. Сонда кәрілері қанша өмір сүретін болды екен? Ең бірінші баньянның қашан пайда болып, ең соңғысы қашанға жетіп тоқтайтынын ешкім дөп басып айта алмайды. Үнділердің ежелгі жазбаларында мұны ғарыштық ағаш, тоқтаусыз дами беретін адамзат санасының бейнесі ретінде көрсеткен. Бұрынғы замандарда даналар баньянның түбіне келіп отырып, өмірдің мәні жайлы ойланып, медитация жасайтын болған. Ол ылғалды тропикалық климатта өседі. Қытай мен Индонезиядан да кездестіруге болады. Отаны Индия. Ары қарай экскурсиямыз ашық теңізде жалғасты. Мен сияқты нашар жүзетіндерге мұхиттың сұсты тұңғиығы жұтып қоятындай көрінері анық. Ең болмаса құтқару жилетін де бермеді. Мына қайқаңдаған қайық аударып кетсе шаруа бітті дей бер.
и покружки, за поле бегали барашки. Только я в этот вечер самогонку пила. Шіркін, Константин дегенің компанияның гүлі ғой. Алматыдағы көршімді Гуада жолықтырғанымды айтсаңшы. Жүрген жері ойын күлкі тамаша. Көршімнің көңілді әні бойдағы үрейді ұшты күйді шайып жіберді. Бұл жердің Гуаның сауда қатарларының барлығы мінекей осындай. Әр жағажайдың жанында осындай сауда қатарлары орналасқан. Енді сауда дегенде бұлардың жаңағы тауарлары жайлы айтатын болсақ, әлемдік бренд тауарларды көру тіптен де мүмкін емес. Индияның жаңағы үлкен фабрикаларынан шыққан бренд тауарларды да көру мүмкін емес. Негізінен осындай қолдан тігілген, осы Гуаның өзінде жасалынған осындай тауарлар. Бір киіп, екі рет жуғаннан кейін жай ешнәрсеге жарамай қалатын тауарлар деп айтуға да болады. Бағасы да соған лайық әрине. Арзан. Гуандықтардың соншама қарапайым, соншама жұпыны өмір сүргеніне қарамастан, соншама бақытты екенін ұқтым. Жаңа жолда жүргізушімен келе жатып, жүргізушіден сұрадым, гуандықтардың осыншама бақытты болуының басты себебі неде деп. Ол айтады, біздің гуандықтардың менталитеті, мәдениеті индустардан бөлек дейді. Неге десем, бұған дейін бізді португалдықтар басқарып тұрды. Біздің халық басқаларға қарағанда қанағатшыл, басқа индустарға қарағанда сабырлы, төзімді, салқынқанды, барын бағалай білетін халық. Сондықтан да олар бақытты дейді. Енді бәлкім солай болса солай шығар, бірақ мен осыншама енді кедей деп айтпай-ақ қояйыншы, жұпыны өмір сүре тұрып, бақытты болудың құпиясын терең ұға алмадым. Барды қанағат тұтып, бағалау жүрекке тыныштық әкелері рас. Бірақ алға ұмтылмаса, адамзат баласы қалай дамиды? Кедейдің байлыққа, байдың құдай болуға ұмтылуындағы шекара қай тұста? Мұны дөп басу шынымен де адам баласына берілген сынақ болар ау. Бәлкім гуандықтардың бақытты болуының бір себебі әр адамның өзінің өмірге келгендегі миссиясын тануға ұмтылғандығынан болар. Сіз қалай ойлайсыз? Бүгінгі түскі тамақ патша балығы, жеміс коктейлі және роти наны ірімшік қосып пісірген. Осы нандары өте дәмді екен. Сондай ұнады. Міне Казира көтеріп тұр. Күнде пісіріп жейміз осы нанды. Пісіріп жейміз деймін ғой, пісіртіп жейміз. Содан кейін патша балығы ұнаған соншалық күнде осы патша балығын жеп жүрміз. Шекарадан өтпес бұрын no spicy деген сөзді жадыңызға тоқып алыңыз. Үнділерде дүнгендер секілді аштыға үйір. Сондықтан кафелердің табалдырығынан бисмилля деп емес, no spicy деп аттауыңыз керек. Тым ашты тамақ аузыңызды қуырып, тіліңіз салақтап, көзіңізден жас парлап, тыпырлап қалмайын десеңіз, даяшымен амандаспас бұрын ашты болмасын, no spicy дейсіз. Сонда ешкім сізді құлағыңыздан сүйресе де олардан шығара алмайды. Өйткені тамақты өте дәмді әрі көз алдыңызды дайындайды.
ірімшік пен сарымсақ қосылған тандыр нанын жеп салмақ қосып алам деп қорықпаңыз. Мұхиттың тұзды суы ішкен жегеніңіз сорып алады. Үндінің дәмдеуіштер қосып сүт қатқан масала шайынан кейін секіріп шыға келмесеңіз маған келіңіз. Сергітетіні соншалық, оның қасында кофеңіз жамаулыққа жарамай қалады. Килограмм. Это замруд. Зеленый замруд. Давай, смотри, алло. Солтүстік Гуадағы Арпора мен Анжуна деген елді мекендердің ортасында әр сенбі сайын түнгі базар ұйымдастырылады. Жұрт мұнда сауда жасау үшін ғана емес, қызық думан тамашалау үшін де келетін көрінеді. Бұл базардың қожайыны үндіс емес, Инго деген неміс. 7-8 жыл бұрын осы арадан жер сатып алып, қаңқасын жеңіл құрылыс материалдарынан құрастырып, араларының ата қоршаулармен бөліп, сауда бутиктерін орналастырыпты. Жәрмеңкені айнала қоршай тамақтандыру орындары жайғасқан. Сауда сүрелеріндегі бұйымдар көз қарықтырса, үндінің табиғи дәмдеуіштері қосылып әзірленген тағамдардың хош иісінен сілекейіңіз шұбырады. Керемет дәмді момышқалары. Қарға піскен, қуға піскен, қуға піскен. Базардағы күміс әшекейлерден көз тұнады. Индия дәмдеуіштер мен шайдың отаны болғандықтан, жәрмеңкеден бұл өнімдердің небір түрін кездестіресіз. Гуада дәмдеуіш плантациясы бар, бірақ шай өспейді, басқа штаттан әкеледі. Нағыз жақсы шай Дарджилинг, бағасы өте қымбат. Үнді сатушылар саудаласқанды ұнатады. Табандылықпен саудаласа білсеңіз, тауардың құнын кем дегенде 2 есеге дейін, тіпті 3 есеге де түсіріп жіберуге болады. Мінекей Гуаға жасаған 2 апталық сапарымызда аяғына жетіп келеді. Бұйырса, енді 2 күннен кейін Қазақстанға ат басын бұратын боламыз. Қазір міне соңғы экскурсиямызға шығып бара жатырмыз. Бұл жолғы экскурсиямыз өзен бойыменен корабльде қыдыру. Түнгі өзеннің тамашасын, түнгі корабльдің думанын тамашалау. Үнді мұхиты жағалауындағы Португалияның жұқанағындай болған Гуа деген жұмақ мекенде өткен 2 апта. Қанша жерді араласам да, дәп осылай релакс алған емеспін. Күн сәулесінің аймалаған сиқырына мәужіреп, сүттей жылы теңіздің ерке толқындарымен жарыса, балаша мәз болған рахат сәттердің ләззаты талай уақытқа дейін жанға азық, бойға қуат болары анық. Осынау ғажайыпта қонақжай елді қимайсың. Әрі жаз жайлаудан қыс қыстауға қайта барғым жоқ. Амал нешік. Бұл өмірде бәрінің бастауы мен соңы бар. Мінекей демалыс уақытымызда бітіп қалды. 2 апта уақыттың көзді ашым жұмғанша қалай өтіп кеткенін білмей де қалдық. Неғұрлым қызық болған сайын демалысың, соғұрлым уақыт тез өтетініне көзіміз жетті. Бұйырса енді ертең алға қарай ұшаққа отыратын боламыз. Сондай жақсы демалдық, ризамыз. Күннің сәулесі, теңіздің ауасы, буырқанған әдемі толқындары жаныңа бір жайбарақаттық сыйлап, соншама бір керемет демалып,
өзінше бір ерекше күйге түсіп риза болып қайтып бара жатырмыз. Қайта айланып келгенше дуа дейміз. Shri Ram Jaya Ram Jap re mana tum hi bhaj re mana